Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа өте керемет ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге нан, жұмыртқа, шұжық, сыр қажет. Қалауыңыз бойынша ас көк сепсеңіздер де болады. Енді өте ерекше, наны қытырлақ, өте дәмді болып шығады екен. Мен де бір жасап көрейін деп шештім. Енді менің өзіме де балаларыма да қатты ұнады. Осылайша бір лепешка нанымызды алып, ортасына ойып, нандарды осындай бөліктерге бөліп, тапамызға осылай орналастырып шығамыз. Енді әр бөліктің ортасынан осылай сырымызды қойып шығатын боламыз. Тапамызға міндетті түрде сұйылмай құйыңыздар, кішкене ғана мөлшерде. Және ортасына шұжығымызды салатын боламыз. Шұжығымызды саламыз, оның үстінен 2 жұмыртқамызды шағып қосатын боламыз. Қалауыңызға қарай бетіне ас көк сепсеңіздер де болады. Осылайша бетін сковородканы жауып 5-6 минутқа бұқтыратын боламыз. Осылайша біздің ерекше таңғы асымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, сізде осылай жасап көрген болсаңыздар, өз пікірлеріңізбен комментария бөліміне бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сізде дәл осылай дайындап көріңіздер, ас болсын.